Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен компьютермен жұмыс ету барнаса және де мен қайып берген жадыра. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз дәл осы видеода көрсетіліп жатқан креативті әдемі слайдтың жасау жолы болмақ. Егер де жасау жолы қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыз және де дәл қазір каналға тіркеліп колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Бұл слайдты біз фокусқа бағдарламасы арқылы жасаймыз. Оны интернеттен скачать етіп аламыз. Бізде Windows'та неше битті Windows екеніне байланысты осындай екі түрлі программа шығады. Ноутбугыңыздағы Windows'тың неше битті Windows екенін білмейтін болсаңыз, оны үйрену алу өте оңай. Мен описанияға видеоның сілтемесін қалдырамын. Сол видеоны көру арқылы үйреніп аласыз. Windows'тың неше разрядты екенін біліп алғаннан кейін скачать етеміз. Бізге осындай архив түріндегі папка шығады. Мінекей екіншісін басамыз, жанында приложение деп жазылып тұрады. Осындай терезе ашылады. Бұның толықтай загрузка жүргенін күтеміз. Загрузка жүріп болғасын барлық бетті жауып тастай беруге болады. Одан кейін бізге приложениені жүктейтін осындай беттер ашылады. Next'ті баса отырамыз, соңында install деген шығады. Соны басамыз да загрузканың толықтай біткенін күтеміз. Загрузка біткенше каналға тіркеліп қоңыраушаны баса отырыңыз. Және де видео ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басу арқылы білдіре отырыңыз. Каналдың дамуына өз үлесіңізді де қоса отырыңыз. Загрузка бітті, енді осындай бет ашылады, финишті басамыз. Одан кейін программамызды ашып жұмыс жасай беруге болады. Программамыздың түрі осындай, мінекей дайын шаблондар түрі, бұның ақылы және тегін түрі де бар. Тегін түрін қолдансаңыздар да варианттар өте көп. Сол жақ бетке қарайтын болсаңыздар, тақырыптарға бөлінген технология, ғылым, фестиваль деген сияқты, инфографика, жануарлар деп тұр. Сол жерден өз салаңызға байланысты тақырыпты таңдап, слайдты таңдай беруге болады. Мынау Recent Projects деген жерді бассаңыз, бұрын соңды жасаған проектлеріңіз сақталады. Егер де өз салаңызға қатысын таба алмай жатсаңыз, мында поискқа жазсаңыз да болады. Солайда іздеп керекті дайын шаблондарды пайдалануға болады. Енді қазір дәл жаңағы видеода көрсетілген слайдқа өтейік. Ол төменгі жақта тұр. Осылай үстіне мышканы жай ғана апарсаңыз, осындай стрелка шығады. Осының үстін басамыз, бізге проекті ашылатын болады. Проект ашылғаннан кейін ең бірінші бетке өтіп, өзгерту керек жерін өзгертеміз. Мысалға, мындағы сөзді өзгертсек, ол үшін үстін бір рет шертіп, жанындағы карандашты басамыз. Ал егер астыңғы жанында тұрған мусорный шелекті басатын болсақ, онда бұл сөзіміз өшіп қалады. Мен қазір өзімнің аты жөнімді жазып қоямын. Мышканың сол жақ батырмасын баса отырып, осы сөздің орнын ауыстыруға болады. Және де қарап отырсаңыздар, оң жақта оранжевый түсте кішкентай ғана белгі тұр. Соның үстін бассаңыздар, біз жазудың түсін өзгерте аламыз. Кез келген түске ауыстырып, окейді бассаңыздар өзгереді. Мен осылай қалуды жөн көрдім. Енді жоғары жаққа қарап отырсаңыздар, мұнда біз қателесіп кеткен жағдайда мұндағы екі тұрған стрелканы басып, біз атқарған жұмысты қайтадан кері қайтара аламыз. Жоғарыдағы мына стрелкаларды басатын болсаңыз, сіздің страницаңыз мінекей көріп тұрғандарыңыздай оңға солға жылжиды. Үлкейтіп және кішірейту үшін арналған. Құлыптың значогы тұрған ешқандай да өзгерту енгізе алмайтындай етіледі. Артында тұрған сетканы ауыстыруға болады, осыны басып. Ал енді оң жақтағы значоктарға келетін болсақ, мінекей мынау сообщение түріндегі значокты басатын болсаңыз, онда сізге осындай стикерлер шығады. Кез келген біреуін таңдап, ішіне жазуларыңызды енгізе берсеңіздер болады. Мен кез келген біреуін таңдап, мінекей мысал ретінде көрсетейін. Үстін бір рет жай ғана шерттім, мінекей осылай шықты. Мұнда ішіндегі жазуды компьютермен жұмыс істеп өзгертейін. Размерін осылай шетінен үлкейтіп кішірейтуге болады. Пока керек емес болғаннан кейін өшіріп тастайын. Мына видеоның значогын басатын болсақ, біз видео қоя аламыз. Add local video дегенді бассақ, осындай папка ашылады. Кез келген біреуін таңдап, открытті басамыз. Астында графика таңдауға болады. Осындай стикерлер қоюға болады. Сілтеме қою үшін арналған.
Одан кейінгі басатын болсақ, бізге осындай символдар ашып сала беруге болады. Бұның түрлері өте көп. Музыканың значогын бассақ, біз музыкада қоя аламыз. Мен мына жерге көрсетпей кетіппін. Одан кейін мінекей осындай да стикерлер қоюға болады. Жанындағы қызыл про деп тұрған бұл ақылы түрдегі деген мағына білдіреді. Одан кейін осындай инфографика, диаграмма құруға да болады. Бұнда енді функциялар өте көп, қалғанын өздеріңіз көре жатарсыздар. Ал біз өзгертулер енгізейік. Мінекей келесі бетке өтеміз. Мұнда санда жазулар тұр. Әрқайсысын үстіне шертіп, жанындағы карандашты басатын болсаңыз, сөздерді, дайын тұрған сөзді мұндағы өшіріп тастап, орнына керегін жаза беруге болады. Мен осы YouTube каналыма сай жазулар енгізіп көрсетейін. Мінекей керек жазуды енгіздім. Енді келесі слайдқа өтейік. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай инфографика көрсетілген. Сіздер бұны орнына өздеріңіз қалаған сөздерді жазуға болады. Немесе бұл инфографика ұнамаған болса, басқа да сәнді, креативті инфографика жасау жолын үйрететін менің YouTube каналымда видео бар. Оның сілтемесін мен міндетті түрде описанияға қалдыратын боламын. Сол видеодан көре отырып жасап, дәл осы жерге қойсаңыздар да болады. Экранның сол жағын қарап отырсаңыздар, әрбір слайд көрініп тұр. Осы жер арқылы келесі слайдқа өтіп, мұнда тұрған жазуларды өзіміздің керегімізше ауыстырып аламыз. Түстерін де ауыстыруға болады. Дәл жаңағы мен осы видеоның басында көрсеткендей өзгерте бересіздер. Келесі слайдқа өттім. Мұнда осындай процентпен көрсетілген осындай данныйлар тұр. Осыны да мен өзімнің ыңғайыма қарай өзгертіп аламын. Енді келесі слайдқа өтсек, бұл жерде дәл жаңағыдай тақырыптарды өзгертіп аламыз. Енді одан кейінгі слайдқа өтсек, бұл жерде бізге диаграмма түріндегі слайд шығып тұр. Қарап отырсаңыздар, әрқайсысын үстін баса отырып, біз өзгертулер енгізуіміз керек болады. Егер де бұл жол сіздерге ұнамайтын болса, онда Excelде қалай диаграмма құру керектігі туралы менің YouTube арнамда видео бар. Мен оның сілтемесін описанияға қалдырамын. Сол видеоны көре отырып, Excelде диаграмманы құрып, осы слайдқа жүктесеңіздер де болады. Енді келесі слайдқа өтсек, бұл слайдта да тоже тақырып жазатын жер. Сөздердің үстін басып, жанындағы карандашты бассаңыздар өзгертуге болады. Енді мынау жанында тұрған суреттердің үстін бассақ, бұл суреттерді де өзгертуге, түсін ауыстыруға, немесе өшіріп тастауға, көлемін үлкейтіп кішірейтуге де болады. Енді келесі слайдқа өтетін болсақ, келесі слайдта бізде инфографика көрсетілген. Дәл жаңағы айтқандай, осы инфографикамен қалдыруға болады, немесе менің видеода көрсеткендей әдемі креативті инфографика жасап, осында жүктесеңіздер де болады. Ол видеоның сілтемесін мен описанияға қалдырамын. Оң жақ төменгі тұста кішкентай ғана значок бар. Осыны басатын болсақ, бізге слайдты толық экранға үлкейтіп көрсетеді. Мышканы астыңғы жағына қарай жылжытсаңыздар, осындай стрелка шығады. Соның үстін баса отырып, келесі слайдқа өтуге болады, немесе пернетақтаның стрелкаларын баса отырып та келесі слайдты көре аламыз. Мінекей біздің слайдымыз осындай әдем болып шықты. Ешқандай да негізі өзгертуді аса қажет етпейді. Себебі программа бізге осындай әдемі дайын күйде жасап өздері қойған. ESC кнопкасын баса отырып, экранды кішірейтеміз. Одан кейін жоғарыдағы Save Project'ті басып, біз осы жасаған слайдымызды, проектімізді сақтап аламыз. Бірақ сақтамас бұрын қай жерге сақтау керек екенін осында көрсетуіміз керек. Папканы таңдаймыз, атын өзгертуге болады. Одан кейін сохранить дегенді басамыз, загрузка жүреді, біздің проектіміз сақталады. Ал жоғарыдағы Home дегенді басатын болсаңыз, сіз осы программаның бастапқы күйіне өтесіз. Осы жерден басқа да дайын шаблонды таңдап, өз тақырыбыңызға сай шаблонды іздеп таба берсеңіз болады. Мысалға, мына бір шаблонды қарап көрейік. Мышканы осы слайдтың үстін жай ғана жақындатсаңыз жеткілікті, стрелка шығады, соның үстін бассаңыздар болғаны. Енді өз проектлеріңізді бастамас бұрын сіздер өз тақырыптарыңызға сай келе ме жоқ па осылай үлкейтіп ашып көріп, ойша өзгертіп алғандарыңыз дұрыс. Мінекей, егер де осы видео сіздерге ұнаған болса, осы жұмыс ұнаған болса, лайк басу арқылы, комментарий жазу арқылы маған білдіре отырыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар.
әрі каналға тіркеліп қоңырау шанына басып отырыңыздар. Мен әлі алдағы уақытта өте құнды ақпараттармен бұйыртса бөлісетін боламын.